Қалайсыңдар накамалар, бүгін біз One Piece'тегі ең үлкен жұмбақтардың бірін талқылаймыз. Мугивара экипажында келесі болып кім қосылады? Бұл сұраққа жанкүйерлер бірнеше жылдан бері жауап іздеп келеді. Біреулер Ямато десе, енді біреулер Виви немесе Бонниді айтады. Тіпті Локи мен Лилит туралы да теориялар көбейіп жатыр. Бүгін осы үміткерлердің барлығын талдап, олардың мүмкіндігін қарастыратын боламыз. Видеоның соңында мен өзімнің ең ықтимал кандидаттарымды да айтатын боламын. Ал енді алдымен бірінші Вивиден бастайық. Көп адам Вивиді Мугивара экипажының бұрыннан бар мүшесі деп есептейді. Себебі Виви мен Лилидің арасында өте үлкен байланыс бар. Кезінде Кобра мен Имусама кездескен болатын. Сол кезде Имусама Кобрадан диарпінің құпиясы жайлы сұрайды. Кобра алдымен Имусамадан оның кім екендігі жайлы сұрайды. Имусама өзінің кім екендігі жайлы мүлде айтпайды, ол тек қана жауап алушы. Кейінірек Имусама мен Кобра сөйлесіп жатқан кезде диарпінің басты құпиясын білетін адамдардың бірі Лили екендігі жайлы айтады. Сол кезде Имусама ашуланады да Кобраға қарай шабуыл жасайды. Неліктен? Себебі Лили өте қауіпті адамдардың бірі, және де Ди ұрпақтары осы қазіргі үкіметтің жаулары болуы да мүмкін. Міне осы себепті де Виви осы Лилидің ұрпағы болуы мүмкін. Мугивара экипажына болашақта қосылатын болса, біз таң қалмаймыз. Қазіргі жағдай мүлде өзгерді. Вивидің әкесі Кобра қаза тапты. Ал әлемдік үкімет бұл оқиғаға Вивиді де қарастырып отыр. Сонымен қатар Иму мен Гарасилердің назарында тұрған адамдардың бірі дәл осы Виви. Міне осы себепті де Виви дәл қазір Алабастаға қайталмайды. Сондықтан да ең қауіпсіз орын Мугивара экипажы. Келесі кезекте Ямато. Вано доғасы кезінде көптеген жанкүйерлер Яматоны міндетті түрде Мугивара мүшесі болады деп ойлады. Оның өзі де Луфимен теңізге шығуды армандағанын бірнеше рет айтқан болатын. Ол Козуоки Оденнің өміріне қатты қызығып, дәл сол секілді әлемді аралағысы келеді. Яматоның күші де өте жоғары. Ол Кайдоның қызы бола тұра әкесіне қарсы шықты. Мифический зоуан жемісі бар және хакидің барлық маңызды түрлерін қолдана алады. Бірақ Вано аяқталған кезде күтпеген жағдай орын алды. Ямато Луфимен бірге кетудің орнына елде қалуды таңдайды. Оның айтуынша алдымен Оден секілді Ваноны аралап шығып, елді қорғауы керек. Ямато осылай айтса да, болашақта бәрібір мені командаңа шақырсаң, мен міндетті түрде қосыламын деп айтқан болатын. Келесі адам ол әлбетте Бонни. Бонни Яичная голова доғасынан кейін ең көп талқыланған кейіпкерлердің бірі болды. Бастапқыда ол жай ғана супернова ретінде көрінген болатын, бірақ кейін біз оның бүкіл өмірі әкесі Кумаға байланысты екендігін білдік. Луфи Бонниға бірнеше рет көмектесті, ол Куманы қорғауға тырысты. Бонниге шындықты білуге мүмкіндік берді. Мугивара Луфи өзінің 5-ші герін тіпті осы Бонниге де берген болатын. Бұлардың барлығы бірігіп осы Гарасилерді жеңеді, және де Имусаманы да барынша қысқан болатын. Осы оқиғалардың барлығынан кейін көптеген фанаттар міне 11-ші адамды таптық деп ойлаған еді. Бірақ та барлығы да біз ойлағанда емес. Әзірге 11-ші адам кім екендігі белгісіз. Келесі кезектегі кейіпкер Лилит. Лилит доктор Вегапанктың серіктерінің бірі. Яичная голова оқиғасынан кейін Лилит тірі қалған сана бөліктерінің бірі болып қалды. Егерде Лилит Мугивара экипажына қосылатын болса, ғылыми мүмкіндік бірнеше есеге артады. Фрэнкимен бірге олар әлемдегі ең мықты технологияларды жасай алар еді. Бірақ әзірге Лилидің нақты арманы белгісіз. Ал ода әрбір Мугивара экипажының мүшесіне міндетті түрде үлкен арман береді. Сол себепті де әзірге оның мүмкіндігі орташа, қосылу мүмкіндігі барынша төмен деп айтсақ та болатын шығар. Әзірге біткен жоқ. Келесі кейіпкерлердің бірі бізде, ол әлбетте Локи. Элбаф доғасында ең көп назар аудартқан кейіпкерлердің бірі Локи. Локи алыптардың ханзадасы, күші өте жоғары екендігі бірнеше рет айтылды. Егер Локи Луфимен достасса, Мугивара экипажының ең күшті мүшелерінің бірі болатын еді. Деген теорияларда кезінде осы Локи Йонко дәрежесіне дейін жеткен деген ақпараттар да бар. Кезінде осы Локиді байлар
жоғалып кеткен Шанкс және де оның егізі Шемрок деп те айтылуда. Негізінен әрбір Мугивара экипажының флешбектарын көрсеткен болатын. Әрбір команда мүшесінің флешбектарын алдын ала көрсетеді. Міне Локиді командаға қосылмас алдын оның флешбектарын, яғни өткен өмірін бізге көрсетеді. Демек бұл дегеніміз, яғни осы Локи болашақта Мугивара экипажының 11-ші мүшесі болады деген сөз бе? Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Әлбетте өз ойларыңызды комментарияға қарай жазуды ұмытпаймыз, накамалар. Және де мынандай теориялар бар. Локи осы Элбафтың ханзадасы, ол өз елін қалай тастап кетеді? Кезінде әкесі Харальдтың айтқан сөздерін ескере отырып, Локидің осы Мугивара экипажы болуы екі талай. Сонымен қатар Локи Мугивара экипажының мүшесі бола алмайтын секілді. Себебі ол өте мықты және де бұрын Йонко болған болса, әлбетте Мугивара экипажына ода бұндай мықты адамды қоса қоймайды. Келесі нұсқаларды қарап көретін болсақ, кейбір жанкүйерлер Скоппер Габанды уақытша осы Мугивара экипажына қосылады дейді. Басқалары Смокер, Коби, тіпті Куманы қосылады деген теорияларды да айтып жатыр. Ондай теорияларға қарай қатты сене бермеңіздер. Ешқандай да Смокер, ешқандай да Кума Мугивара экипажы болмайды. Себебі олардың мүмкіндіктері өте төмен және де онша емес кейіпкерлер деп айтсақ та болады. Мугивара экипажының алдында өте үлкен соғыс тұр. Қандай Смокер, қандай Кума қосылады? Бұндай теорияларға қатты сене бермеңіздер, достар. Ал енді келесі және де ең соңғысы, менің ойымша, ода соңғы сағаға дейін толыққанды жаңа мүшені қоспауы мүмкін. Ал егер де 11-ші мүше кім болады деп ойласаңыз, менің ойымша ол Виви деп ойлаймын. Өйткені ол бұрыннан Мугивара экипажының досы, қазір әлемдік үкіметтен қашып жүр және оқиғаның ең маңызды кейіпкерлерінің біріне айналды. Біз видеоның басында айтып өткендей, Лили мен Вивидің арасында өте үлкен байланыс бар. Кезінде Джой Бой мен Лили бір командада болған болса, Локи мен Луфи және де Виви командаға қосылуы мүмкін. Шындыққа қарасақ, команда мүшесі негізінен Виви болуы мүмкін, ал күш жағына қарай келген кезде Локи болуы да мүмкін. Егер де Луфи Локиді өзінің командасына қарай қосатын болса, мен айта алмаймын, тіпті олар алдына шыққан қарсыластарының барлығын жайпап өтереді. Осымен болды, достар. Келесі видео кім жайлы болсын, комментарияға қарай жаза кетсеңіз болады. Арнамызға тіркеліп, лайк басып қолдап кетсеңіз жақсы болар еді. Сіздермен болған мен Мико Пис. Келесіде кездескенше, накамалар.